Нұрбек бүгінде үйіне түнге жақын келді. Жұмыстан шыға сала, досының кафесіне кіріп ішу оның әдетіне айналды. Сайтан суды ұрттап алмайтын жігіт, күн өткен сайын түбіне түсіп барады. Аяғын шешпестен ас бөлмеге кірді де, тоңазытқышты ашты. Кешеден қалған бөтелкенің жартысы тұр екен. Көзіне одан басқа ештеңе де көрінбейді. Стаканға құйды да, көзін тарс жұмып тартып салды. Сүйген қызмен болған жағдайдан кейін Нұрбек өзін тым тастап жіберді. Бәрі былай басталған еді. Нұрбек жетім өскен бала. Балалар үйінде тәрбиеленіп жүргенде ғаламтор арқылы Жанармен танысты. Жігіт одан жетім екенін жасырмады. Қыз үшін де ол маңызды емес еді. Ең бастысы, Нұрбектің жаман адам еместігін білді. Жанар оңаша қалғанда Нұрбек туралы шет жағасын анасына айтып көрді. Қызым-ау, енді жетімге тимекпісің? Ағайын не дейді? Достарың не дейді ертең? Бізге де құда-құдағи болар адамдар керек. Тө, мам, мен оны сүйем. Кім не айтса да қызық емес маған. Анасы тағы бірдеңе десе, қызымен сөзге келіп қалар түрі бар. Бұл тақырып осымен әзірге жабылды. Қызының бұл жаңалығы анасына ұнамады. Әкесі естісе, не боларын елестетудің өзі қиын. Құдайым-ау, осынша жыл бетін қақпай өсірген қыздары жетімге жар болмақ па? Жоқ, анасы тірі тұрғанда олай болмайды. Жалғыз қызын іздеуі жоқ біреуге бере салып, ел жұрттың табасына тапталғысы келмейді. Не де болса, күйеуіне айтуы тиіс. Бұл жаңалық Жанардың әкесін қатты ашуландырды. Үстелді тарс еткізіп жұдырықпен бір ұрды да, ол қыз есінен адасқан шығар. Соның болашағы деп, мен мұнда түні күні тыным таппай жүрмін, ал ол қайдағы бір жетімге жығып беріп отыр. Бұл айқайды Жанар да естіді. Әкесінің бір беткей мінезін біледі. Ешқашан екі сөйлеген емес. Қазір келіспесе, ертең бұл райынан қайтпайтыны анық. Бұл уақытта Нұрбек пен Жанардың сезімдері күннен күнге оянып, бір-біріне бауыр басып та қалған еді. Нұрбек пәтер мәселесін шешісі мен екеуі үйленетін болып ниеттеніп те қойған. Жанардың әке-шешесінің қарсы екенін ол әлі білген жоқ болатын. Жанар да жасырып жүре берді. Мүмкін көріп, тілдесіп, ұнап кетер деген оймен Нұрбекті үйіне шақыруды ойлады. Ол ойын кешкі ас үстінде әке-шешесіне айтты. Немене, енді сол жетімді үйге әкемекпісің? Болды жетер, енді кездессең, айтпады деме. Ол детдомскийдің аяғын аспаннан келтіремін деді әкесі. Әкесін оның жетімдігінен бұрын жалғыз қызына үйленсе, қызының атына әперіп қойған пәтері мен екі жердің сол жетімге бұйырып кететіні қатты алаңдатты. Екеуінің арасындағы шынайы сезім оның ойына да кіріп шықпады. Жанарды әке-шешесінің қарсылығы шындап тығырыққа тіреді. Нұрбекке айтуы тиіс. Бұдан әрі бұл жараны жүрегінде сақтай алмайды. Нұрбек, бірдеңе айтуым керек саған. Менің әке-шешем сенімен кездесуіме қарсы. Енді білсе, әкем екеумізді де оңдырмайды. Үйлену туралы тіпті ауыз аштырмады. Жанар мұңая отырып, үйінде болған ұрысты, әкесінің жетімге қыз бермейміз дегенін жігітіне жайып салды. Нұрбекке мұны есту оңайға соқпады. Отырған жерінде үнсіз отырып қалды. Бұл кездесу
екі ғашық үшін көңілсіз аяқталды. Әр кездесуден кейін үйіне сондай бір қуанышпен оралатын Нұрбек сол күні барғысы да келген жоқ. Арада бір апта өткенде Жанардың үйінде ұзату тойының сыбысы шықты. Жалғыз қыздарының өмірінде бір-ақ рет болатын қуанышын ең қымбат тойханада өткізбекші. Бәрі де керемет болар еді, егер Жанарды ұзатқалы жатқан жігіттің орнында Нұрбек болғанда. Жанардың әкесі бірдеңе бүлінбей тұрғанда қызын өзінің бизнестегі серіктесінің ұлына беруді шешіпті. Екі жақ келісіп қойған. Бұл хабар Жанардың төбесінен жай түскендей әсер етті. Бірақ қатал әкенің қаһарынан қаймыққан қыз қарсы келе алмады. Амалсыз көндікті. Нұрбекке соңғы рет хабарлама жіберді де нөмірін ауыстырып тастады. Сол нөмірімен Нұрбектің Жанардың өміріндегі орны да ауысты. Сүйіктісінен келген хабарлама жігіттің жүрегіне пышақтай қадалды. Оқып отырып, тұла бойы бір ысып, бір мұздап сала берді. Біздің бір бола алмайтынымызға көзім жетті. Қарсылық көп. Қандай кедергі болса да жеңуге дайын едім. Бірақ ата-анамның қарсылығының алдында әлсізбін. Олардың ризашылығын алмай, біз бәрібір бақытты бола алмас едік. 2 күннен кейін мені ұзатқалы жатыр. Кешір мені, шын сүйсең кешір. Таңертең тұрған Нұрбек Жанардың ескі нөмірін терді. Абонент байланыс аясынан тыс жерде. Күніне 100 рет тереді, бірақ еститіні осы бір жауап. Жанардың өзгенің құшағында елестете алар емес. Неге ғана солай беріле салдың? Неге күреспедің? Сені сөзсіз бақытты қылар едім, сөзсіз. Осы бір ащы өкініш 6 айдан бері Нұрбектің жанын тырмалап келеді. Айналып келгенде бар ашуын ащы судан алады. Досы да, сырласы да, жұтқыншақты жырып өтер осы бір ащы су еді. Өмір-ай десеңші. Жарық дүниеге келе сала, көкек ана тастап, жетімдер үйінде өсті. Жас баланың өсемін, өз сүйгеніммен жаңа өмір бастаймын. Балаларымды, жарымды бақытты етемін, деген жігіттің арманы басталмай жатып осылай күйреді. Тағдырдың тосын сыйына төтеп берердей төзім әр адамға берілсе екен. Өмір мұнымен аяқталған жоқ. Шынайы махаббаты әлі-ақ кездесер. Бірақ алғашқы махаббаттың орны бөлек деген осы шығар. Әрине бұл өмір, кездесу бар жерде қоштасу да бар болар. Тек соған көндіге білу керек. Арадан 2 жыл өткенде Нұрбек жақсы кәсіп бастап, жағдайы біраз жақсарды. Оқуын оқып, бос уақытында кәсібімен айналысып, сүйгенін де тапқан еді. Өткен күндерді ұмытып, өмірі жақсара түсті. Ал Жанардың өткен жылы тек күйзеліс пен ұрыс-керістен көз ашпады. Ақыры бай бақуатты жігітімен ажырасып та тынды. Байлық пен атақ оған бақыт әкелмеді. Ал Нұрбекке қайта көңілін білдіруге тіпті кеш еді. Жетімнің көз жасына қалған Жанардың әкесінің көкірегін өкініш кернеуде еді. Бәрі кеш. Бұл әңгімеден алар сабағымыз: бақытты байлықпен өлшемейік. Әңгіме ұнаса, лайк басып, комментария бөліміне пікір қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта әсерлі де қызықты әңгімелерім каналымнан көптеп шығады.